Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Көктем келіп, ауа райы керемет болып тұр. Уақыт жетпей кетті ғой күнде видео түсіруге. Қазір сіздерге мен өзім гүлімді көрсетіп қояйын. Көктем келіп, гүлдерім де жайқалып, гүл жарып тұр. Мынау женское счастье. Біраз болып қалды уже гүл жарып шығарғанына. Тағы да асты жағынан бір гүл келе жатыр. Мынау тоже женское счастье. Менде гүлдің түрі өте аз. Мынау герань, бұл да гүл жарып тұр. Және де тағы да женское счастье, бұл да гүл шығарып келе жатыр. Витамин сеуібін жапырақтарына осындай әппақ болып қапты. Қазір біз аулаға ағаш отырғызайық деп жатырмыз. Бізде новостройка болғандықтан жолдарымыз осындай жаман, жауын-шашын болғанда балшық болып кетеді. Мына жақта бұрын дача болған ғой, сол жерде бұрын орыстар көп ағаштар отырғызған. Солар өздігінен көбейіп кеткен ғой, сол жақтан көшет алайық деп келдік. Сливамен тағы да алма алдық. Одан кейін үйге келіп тез магазиннен барып бауырымен шампиньоны алып өстіп шашлык жасап жатырмыз ужинға. Ұзақ уақытта кетпейді негізі маринадтауға. Тез дайын болады, сондықтан осы бауырымен шампиньоныдан жасап жатырмыз. Бір бауыр, бір құйрық май өстіп жасасаңыздар күшті болып шығады. Міне, кішкене бауырдан күйдіріп жібердік. Бірінші рет жасағаннан кейін күйіңкіреп кетті. Жолдасым екеуміз өстіп музыканы қойып далада шашлык жасап жатырмыз. Шампиньоныды да сразу майонезбен тұзын, қара бұршын қосасыздар да пісіре бересіздер. Оны тоже маринадтап қоюдың қажеті жоқ, ұзақ уақыт. Міне, осындай болып пісті, өте дәмді болып шықты. Сонымен бүгінгі күніміз біздің осылай өтті.